Сәлеметсіздер ме оқушылар? 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 5 сабақ 20 жыл күткен жеңіс. Тілдік бағдарымыз өздік етіс, өзгелік етіс. Оқу мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Ендеше оқушылар, миға шабуыл әдісі бойынша мына сұрақтарға ауызша жауап береміз. Бокс деген сөзді естігенде ойыңа қандай ұғымдар келеді? Бұл спорт түрінің ерекшелігі неде? Әлемдік, қазақстандық боксшылар туралы не білесің? Ендеше оқушылар, қазақстандық боксшыларға арналған бейнежазбаға назар аударамыз. Қазақ бокс әлемдік аренада жоғары беделге ие. Қайсар мінезді қазақтың жігіттері әуесқой бокс болсын, кәсіпқой бокс шаршалаңы болсын, өздерінің шеберлігі жоғары, шоқтығы биік екенін мойындатып келеді. Жастардың да бұл спорт түріне қызығушылығы жоғары деп нық сеніммен айта аламыз. Себебі үлгі тұтарлықтай ұлт ұландар бар. Қазақ боксын әлемге танытқан, қазақ туын әлемге желбіреткен біздің нар тұлғалы боксшыларымыз Ермахан Ибраимов, Бекзат Саттарханов, Геннадий Головкин, Бейбіт Шүменов, Қанат Ислам, Данияр Елеусінов, Серік Сәпиев. Міне осы спортшылардың атын ерекше айтып кетсек болады. Қазақ боксы тарихында үлгі тұтарлықтай азаматтарымыздың бірі Ермахан Ибраимов. Ермахан Ибраимов 2000 жылғы Сидней олимпиадасының чемпионы, Атланта олимпиадасының қола жүлдегері, бүгінде қазақ боксының даму жолында тер төгіп келе жатқан азаматтарымыздың бірі. Бекзат Саттарханов қазақ боксы тарихында құйрықты жұлдызды ағып өткен жас талант. 2000 жылғы Сидней олимпиадасының чемпионы. Серік Сәпиев 2012 жылғы Лондон олимпиадасының чемпионы, қазіргі таңда Астана Арланс бокс клубының директоры қызметін атқарып келеді. Қанат Ислам кәсіпқой бокста қазақ елінің абыройын асқақтатып жүрген отандасымыз, біршама кездесулер өткізіп, барлығын жеңіспен аяқтаған боксшымыз. Геннадий Головкин кәсіпқой бокста ел абыройын асқақтатып жүрген боксшы, біршама чемпиондық атақтарға ие. Бейбіт Шүменов кәсіпқой бокста ел намысын 2007 жылдан бері қорғап келеді, супер чемпион атағын иеленген боксшы. Данияр Елеусінов бокстан Қазақстан құрамасының капитаны, айпа таңдауымен 2 жыл қатарынан әлемнің үздік боксшысы атанған біздің үлгі тұтарлықтай ұлт ұланымыз. Білгенге маржан. Серік Қонақбаев боксшы. Бокстан Мәскеу олимпиадасының күміс жүлдегері, 2 дүркін әлем кубогының иегері, 2 дүркін Европа чемпионы, КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері. Біздің бүгінгі тілдік бағдарымыз етіс, етістің түрлері. Етіс дегеніміз іс-қимыл мен оны орындаушының арасындағы қатынасты білдіреді. Етістің 4 түрі бар: өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс. Біз бүгінгі сабақта өздік етіс пен өзгелік етіске тоқталатын боламыз. Ендеше бейнежазбаға назар аударамыз. Етіс жұрнақтарының мағыналары мен қызметіне қарай бірнеше түрлерге бөлінеді. Қимылдың, іс-әрекеттің орындаушыға, яғни қимыл иесінің істелетін іске қатысын білдіру үшін белгілі бір қосымшалар арқылы жасалатын етістіктің түрі етіс деп аталады. Етістер 4 түрге бөлінеді: өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс және ортақ етіс. Өздік етіс. Қимыл іс-әрекет орындаушысына, іс иесіне бағытталып, тікелей соған қатыстылығын білдіріп, әдетте сабақты етістіктерге ын, ін, жұрнағы жалғану арқылы жасалатын етістің түрі
өздік етіс деп аталады. Мысалы, оқушылар жуынды. Өзгелік етіс. Өзгелік етіс қимылдың, іс-әрекеттің сөйлемдегі іс иесі, яғни субъектінің тікелей өзі емес, екінші бір басқа субъекті қимылды орындаушы арқылы істелетінін білдіріп, мына жұрнақтар арқылы жасалады. Ғыз, гіз, қыз, кіз, жеткіз, жазғыз, көргіз. Дыр, дір, тыр, тір, ыр, ір. Астыр, тіктір, асыр. Ұқсат, билет, тағы басқалар. Кейде бір түбірге өзгелік етістің бірнеше жұрнағы бірінен кейін бірі жалғана береді. Айтқыздыртты, оқыттырмады, тағы басқалар. Бейнежазбамен таныс болсақ, балалар, ендеше дәптерімізді ашып бүгінгі күн ретін жазамыз және оқулығымыздың 138 бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударамыз. Берілген етістіктерден өздік етіс жасап, спорт тақырыбына қатысты сөйлем құрап жазамыз. Келесі тапсырма. Берілген сөздерден қажетті жұрнақ арқылы өзгелік етіс жасап жазыңыздар. Семантикалық карта. Сөз тіркестері берілген, міне сол сөз тіркестерін етістіктің түрлеріне, салт, сабақты, өздік, өзгелік етіс түрлеріне ажыратып жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.